АКШ әскери күштері ұзақ уақыт бойы қызмет атқарып келе жатқан USS Абрахам Линкольн әуе кемесінің орнын басу үшін таяу шығысқа жаңа әуе кемесі келгенін мәлімдеді. Аймақтағы АКШ күштерін басқаратын АКШ орталық қолбасшылығы X әлеуметтік желісіндегі жазбасында Джордж Вашингтон әуе кемесі соққы тобының қазір таяу шығыста қызмет атқарып жатқанын хабарлады. Бұл ауыстыру USS Абрахам Линкольн кемесіндегі жағдайдың нашар екені, соның ішінде азық-түлік тапшылығы мен су құбырларының істен шығуы туралы хабарламалардан кейін болды. Сонымен қатар бірнеше суицид әрекеті болғаны туралы да ақпарат тарады. Кеме 2025 жылдың қарашасынан бері қызмет атқарып келеді. Ал әуе кемесі әскери теңізшілердің жағдайын ескере отырып, әдетте 6 айлық қызмет мерзіміне жоспарланады. Демократиялық партияның заң шығарушылары бұл хабарламалар бойынша тергеу жүргізуге шақырды. Алайда АКШ президенті Дональд Трамп өткен жұмада кеменің жақын арада ауыстырылатынын растай отырып, жағдайға қатысты алаңдаушылықтарды жоққа шығарды. Жапонияда орналасқан USS Джордж Вашингтон бұған дейін Тынық мұхитында қызмет атқарған. Оның таяу шығысқа ауысуы бұл аймақта қазір АКШ-тың бірде-бір әуе кемесі қалмағанын білдіреді.